Қайырлы күн, қымбатты жәрмеңкеге қатысушы, жоғарғы және арнаулы кәсіби білім беру ұйымдарының өкілдері, оқушылар, ата-аналар, ұстаздар, мамандықтар жәрмеңкесіне қош келдіңіздер. Кім боламын? Қандай мамандықты таңдаймын? Таңдаған мамандығымды қай оқу орнында оқып меңгерсем болады деген сұрақ мазалайтыны сөзсіз. Себебі адам үшін болашақ мамандықты таңдау өмірлік жолын дұрыс таңдаумен бірдей. Осознанный выбор профессии влияет на дальнейшую жизнь, определяет успешность самореализации, карьерного и профессионального роста. Каждый из нас знает, насколько важно найти свое место в жизни, заниматься делом, которое по душе, самоутвердиться на профессиональном поприще. Бүгінгі мамандықтар жәрмеңкесінің қонақтарымен таныс болыңыздар. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе университеті, Халықаралық Қазақ-Орыс университеті, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Талғат Бигелдинов атындағы Әуе қорғанысының әскери институты, Ақтөбе заң институты. Знакомьтесь, ведущие колледжи нашей области: Ақтөбе ауыл-шаруашылық колледжі, Ақтөбе медициналық колледжі, Ақтөбе гуманитарлық колледжі, Ақтөбе политехникалық колледжі, Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технологиялар колледжі, Ақтөбе сервис колледжі, Ақтөбе техникалық колледжі, Ақтөбе құрылыс және бизнес колледжі, Ақтөбе автожол колледжі, Мұхамеджан Тынышбаев атындағы транспорттық коммуникациялық колледжі, мұнай және газ колледжі, Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар және басқару колледжі, Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе университеті жанындағы колледж, құрылыс монтаж колледжі, Рауан көпсалалы колледжі және де болашақ колледжі. Мамандықтар жәрмеңкесінің ашу рәсімін Ақтөбе облыстық білім басқармасының бөлім басшысы Құлыбекова Гүлжан Құлыбекқызына сөз кезегі беріледі. Құрметті осы бүгінгі маңызды бір жиналысқа бас қосуға келіп отырған біздің ұстаздар қауымы, сонымен қатар осы ұстаздарымыздың білім мен тәрбие беріп жүрген шәкірттері, біздің қадірлі де құрметті оқушыларымыз. Бұл бүгінгі шараның маңызды деп айтатын себебіміз біздің еліміз үшін қазіргі уақытта осы қандай 25 жылдық тәуелсіздік алғаннан бергі қаншама даму мүмкіндіктері бар мемлекетке айналғанымызды сіздер жақсы білесіздер. Енді осы Қазақстанның тәуелсіздігінің тұғырлы болуы, болашағының жарқын болуы әрине осы бүгінгі мектеп қабырғасында білім алып жүрген, колледжде, жоғары оқу орындарында білім алып жүрген бүгінгі міне жастарымызға байланысты. Сол себепті де осы жастардың біздің еліміз үшін қаншалықты болашақ үшін маңызы бар екенін көрсетіп отырған жағдайлардың барлығына біз куәміз. Сондықтан да біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қай уақытта да өзінің Қазақстан халқына арнаған жолдауында білім беру саласына үлкен мән беретінін сіздер жақсы білесіздер. Соның ішінде соңғы уақыттар қабылданған маңызды құжаттардың бірінде жолдауларында Қазақстан Республикасының президенті сіздер сияқты мына жастардың білім алып, болашақта жақсы мамандық иесі болып, біздің еліміз үшін жақсы қызмет жасауына үлкен мән беріп отыр. Сондықтан да біздің елімізде соңғы уақыттары тәуелсіздік алған 25 жылдың ішінде әлемдік деңгейде білім бере алатын оқу орындарын ашылғанын сіздер білесіздер. Солардың ішінде тек қана жоғары оқу орындары ғана емес, мектеп қабырғасында білім алып жүрген балалардың жақсы білім алу үшін әлемдік деңгейге сай білім бере алатын мектептер ашылды. Солардың бірі Ақтөбе облысында ашылды, мамандандырылған мектеп-интернаттар бар, қазір қызмет жасап жатырған. Сонымен бірге колледждар. Біздің Ақтөбе облысы кәсіптік техникалық білім беру жағынан біздің республикамызда алдыңғы қатардағы облыстардың бірі. Олай дейтін себебіміз осы кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарында білім алып жүрген шәкірттерінің білімін зерттеген уақытта, білімін тексерген уақытта алғашқы бестіктегі облыстардың қатарына енді. Сонымен қатар Ақтөбе облысының грант деп айтамыз ғой, мемлекеттік тапсырыс негізінде де оқуға түсуі республикамызда жақсы деңгейде. Себебі жылдан жылға осы проценттік көлемі жағынан артып келе жатырғанын көреміз. Жоғары оқу орындарына грантқа түсуге, мысалы біздің елімізде 29% жастардың түсетін болса, солардың ішінде Ақтөбе облысы жыл сайын 13-12-15%-ға дейін бірте-бірте көтеріліп келе жатыр. Енді бұлардың барлығы да әрине ең алдымен осы білім беру саласында қызмет жасап жүрген ұстаздардың еңбегіне байланысты, онымен қатар білімге деген
жоғары білім алуға деген ынта ықылас қойған сіздер сияқты білімді шәкірттерге байланысты және де біздің елімізде жасалып жатырған саясатқа байланысты деп айта аламыз. Бүгінгі міне жастар сіздердің мысалы бұдан бір шама уақыттар бұрын мүмкін жастардың мүмкіндігі көп толық бола қойды деп айта алмаймыз. Себебі қазіргі уақыттағыдай жан-жақты білім алу, көптеген мамандықтарды таңдау, сонымен қатар тек қана өзінің туған жері отанында білім алып қана қоймай, басқа шетелдерде мемлекеттерде білім алуына бүткіл жағдай жасалып жатыр. Сол мүмкіндіктерді сіздер толық мүмкіндігінше пайдалануларыңыз қажет. Әрине әрбір шәкірт, мысалы кішкентай міне сіздер қазір үйде ата-аналарының қасында тәрбие алып жүрсіздер, мектепте ұстаздардың қасында білім алып жүрсіздер. Әрине осы мамандықты таңдайтын кезінде сіздер ақылдасатын өздеріңіздің ең бірінші ата-аналарыңыз. Одан кейін ұстаздарыңызбен ақылдасасыздар, және достарыңызбен ақылдасатын болады. Сондықтан да ең бірінші былай қарағанда ақылдасатын қарсында адамдар болғаны жақсы әрине, бірақ та әр бала болашақ міне жастар еліміздің тірегі мамандықты таңдаған уақытта өздеріңіздің қалауларыңыз, өздеріңіздің жандарыңыз сүйіп қалайтын мамандықты таңдаған дұрыс. Себебі қазір енді жағдайларға байланысты, әлеуметтік жағдай дейміз, қаржылық жағдайларына байланысты әртүрлі мамандықтар таңдау кезінде баланың алдында бірнеше сара жол тұрады. Әрине мен сіздерге тілектеспін, осы жолда жақсы, дұрыс жолды таңдап, жақсы өздеріңіздің ұнатқан мамандықтың иесі болып, болашақта жақсы қызмет жасап, біздің еліміз үшін адал қызмет жасайтын азамат азаматша болуларыңызға тілектеспін. Енді мына ұйымдастырып жатырған шаралардың бірі біздің елімізде болып жатырған қабылданған бағдарламалар, саяси жұмыстар бар, солардың бірі деп санаймыз. Себебі сіздердің болашақтарыңыз біз үшін немқұрайлы қарайтын жұмыс емес. Сондықтан да осы кәсіптік мамандық таңдау, жалпы балалардың, жастардың мамандық таңдауы облыс көлемінде маңызды жұмыстардың бірі болып саналып отыр. Оны сіздер жақсы білесіздер. Оған біздің елбасымыз мән беріп отыр. Одан қалды осы өңірдің басшысы, облыс әкімі де үлкен мән беріп отыр. Осы бағыттағы жұмыстар жақсарту үшін тек қана Қазақстан көлемінде емес, халықаралық деңгейде өзіміздің көршілес мемлекет Ресей, одан басқа да мемлекеттермен байланыс жасап, осы сіздер сияқты балалардың болашақта жақсы білім алып, ел үшін қызмет жасау үшін барлық мүмкіндіктер жасалып жатыр. Сондықтан да осы жасалған мүмкіндікті дұрыс пайдаланып, мектеп қабырғасында жақсы білім алып, болашақта жақсы мамандық иесі болуларыңызға мен шын жүректен тілектеспін. Бүгінгі мына осы мамандықтар жәрмеңкесін өткізуге атсалысып келіп отырған жоғары оқу орындарының өкілдері бар, кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарының өкілдері бар. Барлығыңызға да Ақтөбе облысы білім басқармасынан үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Қай уақытта да осы жастардың білім алу үшін, кәсіптік болсын, басқа да білім мамандықтар таңдауда болсын, үлкен үлес қосып жүретін осы ұстаздар қауымына сіздерге үлкен ризашылық. Сол сіздердің жасап жатырған жұмыстарыңыз, еңбектеріңіз барлығы да алдарыңыздан шығып, бүгінгі келіп отырған шәкірттер жақсы мамандық таңдап, болашақта біздің еліміз үшін жақсы қызмет жасасын деп мен үлкен тілек айтамын. Үлкен рахмет сіздерге. Балалар, біздер ветеринария мамандығы деген, ветеринария тек қана малды оldыру емес. Ветеринарлар біздерді айтады, адамды оldырып, адам емдейді. Ветеринарлар адамзатты емдейді. Енді өздерің білесіздер, бүткіл біздің тамағымыз, қорегіміз малдан, солай ма? Малдың етін жейміз, сүтін ішеміз, үстіндегі жүнінен қырқып киім киеміз ғой. Соның барлығы, егер малдың денсаулығы тәуір болатын болса, аман болатын болса, онда адамның да денсаулығы жақсы болады. Болашағы бар мамандық. Бұл мамандықты әр уақытта тек сүйе білу керек. Тек қалай болса солай емес, ат үсті оқыған ол дұрыс емес. Енді адамзатты біздер қорғаймыз дегеннен кейін малдың түгелдей анатомиясын, малдың ішкі құрылыстарын, сыртқы құрылыстарын барлығында біздер жете зерттеп, малды қоректендіру, қандай тамақ беру, сол малдың қоректендіруіне қарай малдың да етінің, сүтінің несі күшті болады. Егер сен жаман тамақты беріп, шіріген шөпті алдына лақтырып тастасаң, ол малдан біздер қандай тамақ аламыз? Болмайды. Жүдейді, жадайды, ауырады. Bütün аурудың барлығы да сол қоректен шығады. Енді менің беретін пәнім хирургия пәні және физиология. Хирургия пәні деген сіздер ойлап қалмаңыздар. Хирургия деген тек кесу,
жару, сою деп. Бүтін қандай ма болмасын пәннің барлығы да, қандай ма болмасын пәннің барлығы да, жұқпалы аурулар болсын, жұқпайтын аурулар болсын, бәрі де хирургиясыз өтпейді. Малға укол салудың өзі бұл хирургиялық қызмет. Не болмаса, біздерде егу, әртүрлі малдардың мына тек қана біздер мынандай шприцтер емес, мынандай инесіз шприцтерді қолданамыз. Не болмаса, инъектор дейді, бизикорный инъектор дейді, инесіз. Бұл мына былай ғана жайлап қолданылады. Малдың денесіне әкеліп тақап қойып тұр, мына атап дейді. Мына жағынан, мына инъектор дұрыс істеген уақытта мынандай 4 парақ, 5 парақ қағазды тесіп өту керек. Бұл тек қана етке, тереге ғана укол жасалынады. Тері астына. Біздер уколды да әртүрлі жасаймыз ғой. Тереге жасаймыз, тері астына жасаймыз, етке жасаймыз, қанға береміз. Дәрілерді әртүрлі бағытта біздер қолданамыз. Онда біздерде кроликте малдарымыз бар, қояндарымыз бар, бар міне. Мына қояндардан қан алған уақытта мына құлағындағы венасынан алады. Міне көрдің бе, міне вена. Міне ірі тамыр. Осы тамырдан қояндардан қан алады. Ол қан алу үшін әуелі біздер қан алатын жерімізді залалсыздандырып алуымыз керек. Залалсыздандыруға біздер 70% спирт қолданамыз. Жоқ, залалсыздандыру. Не десең, ол малдың терісінде, етінде, сан, созан, соны залалсыздандырып алуымыз керек. Міне жаңағы мына жерді біздер әуелі дұрыстап сүртіп аламыз. Міне тамырды көріп тұрсыздар ғой, міне қараңдар. Мен мына жағынан саусақпен тамырды қысам. Тамырды қысқан уақытта мына тамыр ана тамыр жайлап үлкейеді. Сол міне. Міне осымен өйстіп біздер міне қанды осылай аламыз. Міне көріңдер ғой. Міне. Сол қан алып болғаннан кейін ол орнын біздер қайтадан спирттен сүртіп. Енді бұдан да басқа біздер бұларға жаңа мен сіздерге айттым ғой. Тері астына, теріге егеміз деп. Көбіне мына қояндарға, қойларға мына етке берген уақытта шаптың астыңғы жағынан ғана береміз міне. Міне осындай біздер қызметтерді барлығын малмен де осылай қызмет істеуіміз керек. Сондықтан біздің әр уақытта етіміздің сапасының күшті болуына, сүттің сапасының күшті болуына біздер уақыт-уақытта көмектесіп тұрамыз. Қан мінекей тоқтады. Жазды күндері біздер көп витамин қолданбаймыз. Жазды күндері көкшөп бар ғой. Көкшөп күннің көзі бар, көкшөп бар. Қыста витаминсіз әрбір мал ол өспейді. Менің мамандығым мақтанышым шарасына қош келдіңіздер. Ақтөбе медициналық колледжі білесіздер ғой да? Ақтөбе медициналық колледж деген медицина мамандарын дайындайды да. Бізде қандай мамандар бар? Бізде
фельдшерлерді оқытады. Фельдшер дегенде естудерің бар ма? Фельдшер деген жедел жәрдемде жұмыс жасайды да. Акушер деген маман бар бізде. Акушер деген не? Әйел босандыратын мамандар да. Ол жаңағыдай әртүрлі ауруханаларда, перзентханаларда, фельдшерлік акушерлік пункттерде жұмыс жасайды да. Одан кейін медбике дегенді естудеріңіз бар ма? Медбике деген ол бүкіл жерде жұмыс жасай алады да. Балабақшада да, мектепте де медбике болады. Кез келген емханада, амбулаторияда, медпункттерде, ауруханалардың бәрінде медбикелер жұмыс жасайды. Сосын лаборанткелер оқытылады да. Лаборант деген білесіздер ме? Анализ алады да. Анализде сондай мамандық бар. Сосын фармация деген мамандық бар. Мына аптекаларда тұрады ғой. Аптекада жаңағы дәрі сататын, дәрі жасайтын нелерді, оларды жаңағы фармация бөлімі дейді да. Одан кейін жаңағы сангигиена деген бар. Сангигиена дегенде ол деген мына санитарлық гигиеналық тазалықтарды тексеретін да. Сосын тағы бір мамандық бар. Ол тіс стоматология. Тіс салатындар, тісті емдейтіндер, сондай мамандық бар. Стоматология деген естудерің бар ғой да? Тіс салатын. Оған көбіне деген мысалға осы ер балдар көбіне келеді. Енді біздер бүгін сіздерге көрсетейік деп хирургия, мен өзім хирургпын, хирургия акушерия және гинекология кафедрасында біздер келіп тұр. Сіздерге жүрек өкпе реанимациясын көрсетеміз. Жүрек өкпе реанимациясын деген білесіздер ғой. Жүрек өкпе реанимациясы деген мысалға жаңағы клиникалық өлім дейді. Мысалы аяқ астынан жаңағы мысалы давлениесі бар адамдар, жүрек ауыратын адамдар аяқ астынан өліп қалса, соған деген сол моментте сол науқастың туған балдары, жаңағы жақындары тез арада көмек көрсете білу керек та. Оны енді біле шығарсыздар да. Жүрек өкпе реанимациясы клиникалық өлім анықталады. Ол үшін зардап шегушінің клиникалық өлім бар ма, жоқ па екенін анықтаймыз. Ол үшін есінің жоқтығын және де өздігінен тыныс алып жатыр ма, және соны анықтаймыз. Содан кейін ұйқы артериясын тауып алып, оның пульсациясын анықтаймыз. Содан кейін жүрек өкпе реанимациясын бастаймыз. Ол үшін зардап шегушінің үстіндегі киімдерін, қысып тұрған киімдерін босатып, төс үшін тауып алып, семсер тәрізді өсімізден 2 саусақ жоғары сол қолымыздың негізін төске қойып, екінші қолымызды перпендикуляр қойып, 30 рет массаж жасаймыз. Бұл кезде шынтақты бүкпеу керек, және де алақандарымызды денеден ажыратпауымыз керек. Бұл кезде бүкіл дене массасын және де арқа бұлшықеттерінің барлығын пайдаланамыз. Содан кейін Сафарт үштігі әдісі бойынша зардап шегушінің басын бір жаққа қырымға бұрып, аузындағы сілекейден, құсықтардан, қанды бөлістерден тазартып аламыз. Ол үшін бізге салфетка, таза салфетка керек. Содан кейін Сафарт үштігі әдісі бойынша басын артқа қарай шалқайтып, арқасына валик қоямыз. Төменгі жақ сүйегін алға қарай жылжытып, жоғары көтеріп, аузын ашып, таза салфетканы қойып, 2 рет дем береміз. Өзіміздің өкпемізді үлкен көлемде ауаға дем береміз. Егер де одан кейін нәтиже болмаса, қайтадан бұл әдісті қайта жасаймыз. 30 рет массаж. 30 рет жүрекке массаж жасайды, 2 рет дем береді. Бір адам болсын, 2 адам болсын, солай істеу керек. Бұлай істеуге болатын нәрсе ме? Егер де осындай мысалға жаңа жолда келатқанда, басқа да жағдайда кездесіп, суға түсуге барғанда, осындай адам аяқ астынан жаңағыдай өліп қалып жатса, клиникалық өлім дейді. Ол 5-6 минутта, мынаны деген 3 минутта істеп болуға деген. А клиникалық өлім деген 5-6 минутқа созылады екен. Одан кейін биологиялық өлім болады. Сондықтан деген клиникалық өлімді кездескен адам, кез келген адам bunu істей білу керек. Меня зовут Удирбаева Жылдес. Я учусь по специальности организации питания. Индустрия сервиса и представления услуг сегодня самая динамично развивающая сфера. Свои первые практические навыки учащиеся получают во время прохождения учебной практики. Растут гостиничные сети, открываются новые рестораны и оздоровительные комплексы. И для их успешного функционирования нужны профессиональные менеджеры. Поэтому наши студенты проходят производственную практику по обслуживанию и организации питания в таких ресторанах, как ресторан «Зимний сад», ресторан «Колизей», ресторан «Сассагнай», ресторан «Зире», ресторан «Атамике» и другие рестораны. На 4-м курсе учащиеся сдают традиционный экзамен и получают рабочую профессию официант, бармен и повар 3-го разряда.
Официант обслуживает посетителей ресторанов, кафе, кофеин и других заведений общественного питания. Его основная обязанность – прием заказов от посетителей. На базе нашего колледжа проходил семинар-практику на тему «Организация обслуживания и технологии приготовления пищи» с приглашением рестораторов нашего города. Поэтому наши студенты практически трудоустроены. Когда я получу диплом, я смогу работать менеджером по сервису на предприятиях торговли, гостиницах, ресторанах, кафе. Спасибо за внимание. Мы закончили, ребят, представлять наш колледж. Если у вас какие-то вопросы... Актюбинский технический колледж, Смакулова 1. 2 корпуса, мы ждем вас. На реальном примере мы вам доказали, что мы достойны учебники. Приходите к нам, мы будем очень рады вас видеть. Спасибо большое за... Уважаемые гости, уважаемые коллеги, мы представители Актюбинского колледжа строительства и бизнеса, который располагается в городе Актюбе, улица Ватутина, 1. Значит, наш колледж в будущем году будет отмечать 70 лет образования этого заведения. И, конечно, наряду со строительными специальностями у нас и есть специальность организации питания, где, значит, так же, как и вы, студенты школы становятся студентами. Значит, на данный момент мы коллеги и от технических колледжей, и сервиса. Значит, здесь вот мы представили вам букет цветов из картофеля и моркови. Значит, из моркови шишки и розы из картофеля. Розы можно вырезать из редьки, можно вырезать из свеклы, как сырых, так, значит, из сырых. Если, например, отварные овощи, то тогда, значит, используют их для оформления холодных блюд и закусок, значит, в отварном виде. Так, теперь, что я хочу вам показать. Значит, первое, это вот такую точилку все видели, да? Карандаши точим, да? Но это более крупнее. Значит, и каким образом? Вот точилка, вставляете вот такую морковочку, и, пожалуйста, я сейчас сделаю вам цветочек. Сдай мне тарелку, пожалуйста. Цветочек. То есть обязательно, конечно, надо немножко под упор. Здесь можно, как из сырой моркови, также можно делать и из отварной моркови. Вот она прям хорошо пошла. Теперь сейчас я соберу цветочек. Его несложно собрать. То есть вернули, все, вот вам цветочек готов. Сейчас я потом по рядам покажу вам. Так, вот, цветок у нас готов. Теперь, точно так же можно приготовить из огурцов листья. Значит, огурец разрезается пополам, затем точно так же разрезается по диагонали. Вот сейчас третий колледж, сервис. Теперь я беру тайским ножом. Здесь обязательно нужно соблюдать технику правильно, как резать. Значит, вот смотрите, я вырезаю мякоть, середину тайским ножом. Так, почему середина не нужна? Потому что листочек будет очень грубо выглядеть, и он рельефа не будет видно. Так, вот середину я убрала, видите, вот как пустотело, да? Теперь, значит, опять же, работаю, значит, как тайские мастера показывают, не на доске, а работать на весу надо. Палец правильно держите, значит, вот эти вот места обрамляете, вот. То есть я уголки срезала острые, и с этой стороны точно так же уголки острые срезала. Теперь, дальше я иду делать на листочке, значит, зазубрин, как зубы, да? Так, теперь смотрите, вот, берете вот так вот, ребята, вот так вот нарезайте и вот так, под углом 35 градусов. Так, следующее, можно очень редко их делать, а можно и, значит, побольше расстояния оставлять. Пожалуйста, сейчас вот я... Эта работа, ребята, очень кропотливая, терпение нужен, наверное, как старание, желание. Если человек делает это все без настроения, и цветы будут некрасивые, и листочки будут некрасивые, то здесь важна у вас фантазия. Вот видите, цветок готов, да? Вернее, листок готов. Теперь я беру середину, опять же, пальцем упираюсь в
продукт. Дальше, вот середину вот таким образом вот, вырезаю. Вот середину вырезаю. То есть у меня сейчас получится отверстие, да? Теперь, чтобы это отверстие просто не оставалось, я опять же вот таким образом делаю такие вот зазубринки. То есть получается у меня листок в листочке. Мысалы мына сіздер оқу процесінде арнайы оқу пәнінде лабораториялық жұмысты осымен жасайсыздар. Бұл лабораториялық жұмысты осымен жасағаннан кейін енді өндірістік практикаға барған кезде мысалы жоспар берілгендеріңізді сол жерде көрсетесіздер. Сіздер мысалы оған дейін қолдарыңызды жаттықтырып жақсылап қалай әрекетке көресіз, қалай процесі жүреді. Оған дейін осының бәрін үйреніп барасыздар. Осы үйренгендеріңізді ертең оқу шеберханасында практикамен ұштастырып, сол жерде жасап көрсетесіздер. Қазір мен барып жасап көрсетемін. Бұл ең бірінші мынау электрод кәдімгі сұрақтардан айырмашылығы жоқ, тек просто осылай қарапайым киіммен. Лабораторияға ықшамдап жасаған. Экранда екі пластина ортасын біріктіріп. Екі темір, екеуінің ортасында. Екі бөлек темір бар, соны біріктіріп дәнекерлеуіміз керек енді қазір. Міне ең бірінші сізге көрсетейін, бірінші электродты міне жағып аламыз. Жағып әртүрлі қозғалма тербелістер жасауға. Спираль тәрізді, зигзаг тәрізді. Ай тәрізді, жарты ай тәрізді. Немесе итеріп отырып қоюға болады. Әртүрлі түрлері көп қой жасаудың. Кабинеттерде арналған. Енді балалар кім қолымен істегісі келеді? Бер ана бала. Қазір көрсетеді. Міне жұмыстың нәтижесін көрейік енді. Істелінген жұмыстың нәтижесін, қорытындысын көрейік. Баға қой. Бағасын шығады. Қаншаға орындады жұмысты? Показать результат. Толық жасап бітіру керек. Толық аяқтау керек қазір. Сол кезде дұрыстап бағалады. Ал істеп көретіндеріңіз бар ма? Көріңіздер кел. Қолға кім? Ермұхан көрсет. Кел балам. Сварщик қылайын тұрған бала осы бала. Молодец. Кәне, қосып бере ғой. Мына балаға бер. Береді. Көрсет. Қасында тұр. Кел, жақында. Қорып қой балам, дұндағынбай түйресін. Электрод сияқты, енді жағыза. Тигіз. Тағыды. Осы жақты енді, жанды электрод. Әрқата жүргізе береді. Енді жүргіз. Жай. Ашық қатыр. Даканта жүргізе бердім. Ермұхан ұстаттым, жүргізіп те бердім. Молодец, жақсы. Даканта, Ермұхан. Түсіру жүге Электрод бітті, енді электродты қайта ауыстыру үшін ұстап тұрады. Баш береміз, қайтадан шығару. Так, енді? Тағы бастаймыз. Мынау орындап атқан дәнекерлеу процесі бала. Дәнекерлегенде барлық кеңестік жағдайда дәнекерлейді. Ол деген төменгі, тік, көлденең, төбелік. Енді қазір мына процесс көлденең. Оңнан солға қарай, солдан оңға қарай жасайды. Ал, бағанды көреміз одан. Автомат түрде, бірақ бірнеше рет жасау үшін. Қол жаттығу керек. Құрметті оқушылар, ата-аналар, ұстаздар. Жәрмеңкенің бірінші жартысында сіздер облыс көлеміндегі орта деңгейдегі техникалық кәсіптік және жоғарғы деңгейдегі кәсіби маман дайындайтын оқу орындарымен, оларда даярланатын мамандықтармен таныстыңыздар. Ал қазір Ақтөбе қаласындағы жоғары білімді мамандар даярлайтын оқу орындарымен танысасыздар. Алғашқы сөз Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институтының өкілі полиция капитаны Мұханғалиева Зарина Амангелдиевнаға беріледі. Саламатсыздар ма, жәрмеңкеге қатысушылар, ұйымдастырушылар. Мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Манкижа Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институтынан келіп тұрмын. Сіздерге өзіміздің мамандығымызды, институтымызды таныстырайын деп. Жалпы құқық саласында жұмыс жасау қазіргі таңда
былай айтсам престижный болып тұр, иә, барлығымызға белгілі. Біздің институт тек қана 11 класстан кейін қабылдайды, және де осы 2-3 жыл биыл қысқартылған білім беруді ұсынып отыр. Ол не дегеніміз не? Ол мысалға әрбір жоғарғы білімі бар азамат, тек қана жаңағы юридическое образованиесі жоқ азаматтар 2 жылға бізде қысқартылған 2-ші білім алуға мүмкіндіктер туып отыр. Соған да шақырамыз біздер білім алуға. Білім алу бізде тегін, казармамыз бар, өзіміздің жататын, алатын стипендиямыз бар, тамақтануымыз барлығы тегін. 2 жыл білім алғанда да, 4 жыл білім алғанда да дәл солай тегін білім ала аламыз. Ары қарай айтатын болсақ, мысалға жалпы көбіне азаматтық білім беру орындарында жоғары білім алған кезде біздер оқуға ақылы, мысалға көбіне ауылдық жерден келген оқушылар болса, олар проезд дейді, сондай бар, а бізде ондай ешқандай, онымен ешқандай қиындық көрмейсіздер біздің институтта. Ары қарай біздің түлектеріміз 100% жұмысқа қабылданылады. Жұмыспен қамтылу ешқандай қиындығы жоқ. Өйткені біздер Ақтөбе ішкі істер министрлігінен направление алып отырып, әрбір уже ол оқуға түсер кезде біздің курсантымыз келген оқуға түсер кезде уже қайыққа жұмысқа баратынын біліп келеді. Біздің плюстарымыз деп айтсақ болады. Тағы да айтайын деген, келіп отырған оқушыларға үйлеріңіздегі ағаларыңыз, әпкелеріңіз, туыстарыңыз болса, біздің заң институтқа келіп, заң мамандығы жоқ, мен 2-ші мамандық алам деген үміткерлер болса, тағы да айтып, соны жеткізулеріңізге болады. Тек қана жалғыз оқушылар емес, басқа да колледждің нелері келіп отыр, өкілдері. Соларға да айтатын сол. Қазір слайдтан көресіздер Ақтөбе заң институты туралы. Ярмарка – это всегда веселое, красочное зрелище, которое поднимает настроение, придает дух творчества, призывает нас на новые свершения. На сцену приглашается творческая группа студентов Ақтөбеского колледжа сервиса.
Ендеше жәрмеңке жұмысының соңында өздеріңді толғантып жүрген сан алуан сұрақтарыңызға жауап алуларың үшін панельдік сұхбат қызметін ұсынбақшымыз. Кезекпен келіп сұрақтарыңызға жауап алуға болады. Ендеше барлық колледж өкілдерін ортаға шақырамыз. Жайғасаңыздар болады. Мектеп атым Абубакирұлы Санжарбек болады. Ақтөбе техникалық колледжінде грантқа түспеген жағдайда қандай жеңілдіктер болады? Грантқа түспеген жағдайда бірінші семестрде егер де ылғи 5-ке тапсыратын болсаңыз, бірінші жартыжылдықтан кейін оқу ақысы 30%-ға жеңілдік болады. Бірінші курстан кейін тағы 5-ке тапсыратын болсаңыз, бірінші семестрде егер де барлық сабақты 5-ке тапсырып, ақыл негізде оқитын болсаңыз, онда екінші жартыжылдыққа сізге оқу ақысына 30% жеңілдік беріледі. Ал бірінші курста екінші семестрдің егер де тағы да 5-ке жапсаңыз, онда келесі семестрге екінші курсқа сізге 60% жеңілдік береді. Сөйтіп, үшінші курсқа дейін сіз егер барлығын 5-ке бітіріп отырсаңыз, онда ақысыз оқуыңызға мүмкіншілігіңіз бар. Немесе бізде жаңағы колледждің гранты болады. Яғни жақсы оқыған, бүкіл жаңағы қоғамдық шараларға қатысқан оқушылар, жақсы оқитын оқушыларға бізде грант 1 жылға беріледі бесплатно оқуға. Мен 42-ші мектептің оқушысы балалар тоғыз болған. Бұлай милиция болу үшін армияға милиция болады екен. Ер балдар армияға бармайды. Бізде армияға барды деп есептеледі 4 жыл оқысам. 4 жыл оқып 100% жұмыспен қамтыласың. Арнайы лейтенант атағын шенін береді. Бармайсың армияға. Байыш колледж не повышает. Как у вас финансовый үшін қандай план
мамандық түсу үшін сіз деген тапсырас 9-дан кейін түссеңіз 2 пән тапсырасыз. Біреуі қазақ тілі, екіншісі математика деген. Менің сұрағым бүкіл техникалық білім беретін колледжерге бағытталған. Яғни сіздерге оқуға түскен студенттер бітіргеннен кейін жұмысқа қалай орналасады? Қазіргі таңдағы енді бізге көкейкесті сұрақтың осы біреуі осы ата-аналардың да балалардың да ойлайтын. Ол бір. Екіншісі, бұл сұрақты қойып тұрған себебім қазіргі таңда біздің еңбек нарығында жұмысшы мамандығынан сұраныс өте жоғары. Міне соны ескере отырып, мына балаларға қандай да болмаса бір бағыт болсын деп сұрап тұрмын. Бізде техникалық және кәсіптік білім беру бойынша біздер Ақтөбе құрылыс және бизнес колледжі жалпы өзінің 70 жылдық тарихы бар. Кембаев академиясы деген атпен осы сіздердің ағаларыңыз, әкелеріңіз кезінде оқып өткендер бар. Біздің жалпы колледжіміз құрылыс жұмысшы мамандығы бойынша дайындайды, мамандықтар бойынша. Қазіргі таңда елбасының және облыс әкімінің өзінің жаңағы дуалды оқыту деген бар. Мысалға біздер қазір 9 сыныптан кейін, 11 сыныптан кейін қабылдаймыз. Осы жұмысшы мамандықтар бойынша ол электромонтаждаушы мамандығы, электргазбен дәнекерлеуші мамандығы, автокөлік жөндеу слесарі, аспаз мамандықтар бойынша және де жалпы кең бейінді құрылыс шебері дейді. Міне осы мамандықтар бойынша бізде 2 жыл жалпы 10 ай дейді, 3 жыл міне білім аласыздар 9 сыныптан кейін. Жалпы біздің мамандықтар бойынша осы оқу барысында бізде мемлекеттік тапсырыс дейді. 16.500 бізде стипендия дейді, шәкіртақы аласыздар. Сонымен қатар ыстық тамаққа 11.000 осы ыстық тамаққа әрбір түскен талапкер бізге студент болғаннан кейін жеке шот ашып өзі сол ай сайын өзінің шотынан бізде осы үкімет тарапынан бөлінген қаражат жаңағы шәкіртақы және тамаққа бөлінген ақша жалпы сомасы 27.500 ай сайын стипендия алып тұрасыздар. Міне осы мамандық бойынша бізде жалпы теория және практика ол бөлінеді, ол дуалды оқыту деп саналады. Осы дуалды оқыту бойынша біздер құрылыс жалпы үлкен өнеркәсіптермен жұмыс жасаймыз. Ол завод металлоконструкции, строй деталь, міне осындай Ақпром сияқты үлкен өнеркәсіп орындарымен жұмыс жасаймыз. Бала бізде студент әрбір сол жерде практикасын өтеді, 2 апта практикасын өтсе, 2 апта бізде теория оқиды. Міне осындай жалпы дуалды оқыту барысында студент сол өзінің оқып жүргеннен бастап өндіріс орнында жұмыс жасап, бітіргеннен кейін сол жерлерге жұмысқа орналасуға болады. Подорожный колледж города Ақтөбе, заместитель директора по обучению трудоустройства работы Петуа Бухда. Вот ваш вопрос трудоустройства, это, конечно, все волнующий вопрос, да, но в нашем колледже, значит, направлено следующее, что на последнем курсе, завершающем курсе, с нами работает предприятие, как Hyundai Motor Service, да, Toyota Центр, то автопарк, то троллейбусное управление, пассажирское транспортное средство, АТС Транс, да. Вот этих предприятий, да, все завершающие курсы мы направляем начало производственного проекта до завершения, до сдачи квалификационных экзаменов. Там студент выявляет себя, значит, да, на каком уровне студент выявил, значит, на таком уровне, значит, оставляет себе на работу. Вот так у нас отбор идет. Но последний курс, завершающий, это уже студент сами понимает, да, что необходимо трудоустройство. Ну, в пределах 1,5, где-то в пределах 1,7, значит, в основном у нас юноши, поэтому призывается в рядах вооруженных сил, ну, идет потом трудоустройство. 14 орынға есебіне келдік. Біз 14 орынға есебі оқушылар атынан барлық колледждерге, университеттерге осындай үлкен мастер-класс көрсеткен үшін оқушылар атынан рахмет айтқымыз келеді. Уважаемые коллеги, у меня, наверное, вопрос ко всем колледжам. Вы все знаете, что у нас есть дети, которые уязвимы в социальном плане. Какие льготы предоставляются вашим колледжам для такого рода детей? Актюбинский колледж сервиса. Хочу ответить на ваш вопрос. У нас в основном поступают дети после 9 класса, и мы сразу в сентябре сразу начинаем определять детей из малообеспеченных семей.
У нас обучение бесплатное. Все дети, кто к нам поступает, могут рассчитывать на бесплатное обучение. Сразу вы получаете стипендию государственную. Помимо этого, мы определяем малообеспеченных детей, и им выплачивается денежная компенсация за место горячего питания. Вот это вот, плюс ко всему, если ребенок инвалид поступил по зрению или по слуху, они тоже определяются стипендией с нашего колледжа. Вот наши социальные выплаты. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, мектеп оқушылары, Ақтөбе политехникалық колледжі. Сұраққа жауап бергім келіп отырған, мен өзімнің әріптесіме қосыламын. Негізінде мемлекеттік тапсырыс негізінде оқитын оқушыларға барлық мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Бірақ біздің колледжде ақылы оқитын оқушылар да бар. Негізінде осы әлеуметтік жағдайы төмен оқушылар оқитын болса, олар да ақылы түрінде оқысы келеді. Бірақ біздің колледж оларға көмек өте жақсы көрсетеді. Өйткені биыл бізде 44 оқушыға демеушілік көрсетілді. Мен өзім әлеуметтік оқытушы болып осы колледжде жұмыс жасаймын. 44 оқушы осы салада әлеуметтік серіктестерімізден біздің әлеуметтік көмек көрсетілді оларға. Және де жақсы оқитын оқушыларға бізде түрлі сайыстар болып жатыр. Биылғы таңда бізде 41 оқушыға осы грант тағайындалды. Енді қазір түсем деген оқушыларға түрлі сайыстарымыз біздің ұйымдастырылып отыр. Ол біздің колледждің АПК гранты дегенде бар. Бітірген түлектердің 80% жылда жұмысқа жақсы орналасады. Себебі бізде әрбір мамандық бойынша қала бойынша 25 мекемемен әлеуметтік серіктестікпіз. Мысалы айта кетейік, техник-технолог мамандығы бойынша олар бізде қалада үлкен ресторандар бар, мейрамханалар, яғни Зере атап айтсақ, Атамекен, Рауан, кондитер цехтар бар, Ваниль сияқты. Сол мекемелермен бізде әлеуметтік серіктестік. Яғни 3-ші курстан кейін, 2-ші курстан кейін біз өндіріске, оқу өндірістік іс тәжірибесіне оқушылар жібереміз. Жаңағы монтаж колледжі айтып кеткенде бізде дуалды оқытумен айналысады. Яғни дуалды оқытуды түсіндіріп жіберейін. Жалпы оқу процесі 100 сағаттан тұратын болса, бұрынғы уақытта 40% тәжірибе боларында, 60% оқу, теориялық оқу болатын. Дуалды оқытуда 60% қазір тәжірибеде, 40% теория. Сондықтан да көп уақыт тәжірибеге өте көп бөлінеді. Яғни дуалды оқытуда бізде әлеуметтік серіктестермен тығыз қарым-қатынастамыз. Яғни көп уақытты тәжірибеде өткізіледі. Сондықтан да 2-ші курстан бастап 11-ден кейінгі, 9-дан кейінгі түскен оқушылар тәжірибеде өздері теорияны оқи отырып, тәжірибе алып, сол мекемемен сол бағытта өздерінің дағдыларын үйреніп, соңында 3-ші, 4-ші курсқа келгенде олар түс қайта жұмысқа тұрып, ақылы негізінде олар жұмыс жасай алады. Яғни 4-ші курсқа келгенде олар 80% еңбекке жарамды болып, яғни барлығы да жұмыспен қамтылады. Жалпы 80% бізге жұмыспен қамтылып отыр. Рахмет. И еще один вопрос, уважаемые коллеги. Вы все знаете, что развивается Ақтөбинская область, регион развивается, открываются новые предприятия, новые заводы. В этой связи на 2017-2018 год какие вы планируете открыть новые специальности? Ақтөбинский колледж фармакологии и управления я представляю, да? Это государственный колледж. Мы так же, как колледж сервиса, работаем на бюджетной основе. Дети у нас учатся бесплатно. Ну, на следующий 2017 год у нас планируется открытие новой специальности оператор станков с программой управления. Вы знаете, что эта специальность предусматривает работу на станках, где человек не работает вручную, а станки будут управляться с пульта управления. Это самая востребованная специальность сейчас не только в нашей области, но и во всей республике. Проанализировав ситуацию с этой профессией, мы пришли к выводу, что по всей республике у нас почти эта профессия не готовится. Поэтому я думаю, что наша область будет первой, которая начнет подготовку именно по этой специальности. Поэтому я приглашаю всех выпускников 9 класса в наш колледж на эту новую специальность – оператор станков с программой управления. Мамандықтар жәрмеңкесіне қатысқан барлық жоғарғы және арнаулы орта кәсіби білім беру ұйымдарына ризашылық білдіре отырып, барлықтарыңыздың жетістікті болуларыңызды тілейміз.
Қош сау болыңыздар.